Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге даму балаға қалай кіреміз және қалай тіркелеміз сол туралы көрсетпекшімін. Мына жерде 3 жолмен кіруге болады, немесе бұрын аккаунтыңыз жоқ болса тіркелу керек болады. ETSK арқылы кіру ең оңай жолы. Өзіңіздің ETSK-тің кіретін адамның ETSK-сінен таңдап кіресіз. Енді пропискаға қарай менікі Алматы облысы, Алматы қаласы шығып тұр. Барлығы 2225 үйірме бар. Оның ішінде қай аудандардан керек, осы жерден таңдап аласыз. Алатауский район ба, именно оның ішінде қандай спорттық ба, шығармашылық үйірмелер ма, спорттық деп таңдап аламыз, өзіңізге керегін. Баланы қосу үшін мына бөлімге барамыз. Жоғары жағында плюсик тұр. Жоғары жағында плюс тұр. Адамның суретімен. Мына жерге баланың барлық даныйын енгіземіз. Мына жерге ЖСН енгіземіз. Туған күні айы өзі шығады. Жынысы ұл қыз белгілейміз. Ал мына жерге баланың өкілінің мәртебесін растайтын құжат, яғни туу туралы куәлігін бұдай форматта дайындаймыз. Саламыз. Оны Каспийден дайын тұрғанын жүктесеңіз болады. Қол қойып тіркеліңіз дейді. Окей дейді. Так, дұрыстығына мән беріңіз дейді. Даныйдың. деген қол қойып тіркеліңіз. Бала сәтті қосылды. Енді керекті үйірмеңізді, егер ваучер ашылды дегеннен барып, қай аудан, қандай үйірме екенін өз жерден тауып аласыз. Мысалы, футбол керек па, футбол деп жазсаңыз, футбол түрлері шығады. Күрес дейсіз бе, күрестің түрлері шығады. Секциялары, сол қандай ауданда, ауылда орналасқан өзіңізге жақынын таңдап аласыз. Мына биік спорт деген бар. Өту деп ары қарай таңдаймыз. Секцияға жазылу, сұрау уақыты аяқталды, жазуды кейінірек жалғастыруды тырысыңыз дейді, жалғастыруға тырысыңыз. Яғни қазір ваучер ашық тұрған жоқ. Ашылған кезде осылай секцияға жазылу деп ары қарай керекті сұрауларын қай күнге, қандай уақытқа жазылатыныңызды таңдап ары қарай жібересіз.